Сәлеметсіңдер ме балалар? Дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электромагниттік индукция заңы. Жалпы бүгінгі сабақты өту барысында біз электр өрістерін қайталайтын боламыз. Электромагниттік индукцияның өлшем бірлігі, формуласы, Фаради тәжірибелері, магнит ағыны және де Ленц ережесі туралы ақпарат алатын боламыз. Эрстед тәжірибесі. Магнит тілінің электр тоғының әсерінен бұрылатындығын көрсеткен екен. Яғни Эрстед тоғы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі бар екендігін анықтады. Ережелерді, формулаларды дәптерге көшіріп жазып отырамыз видеоны тоқтату арқылы. Егер өткізгіштегі электр тоғы төңірегіндегі кеңістікте магнит өрісін тудыратын болса, онда магнит өрісі де өткізгіште электр тоғын тудырады ма? Электр мен магнетизмнің байланысын дәлелдейтін Эрстед пен Ампер тәжірибесін дамытушы Фарадей электромагниттік индукция құбылысын ашқан екен. Бірнеше орамнан тұратын катушканы гальванометрге жалғаймыз. Егер магнитті контурға сұқсақ, не одан суырсақ, гальванометр тілі қозғалысқа келеді, яғни ток пайда болады. Ал магнит тыныштықта тұрса, ток пайда болмайды. Яғни бұл электромагниттік өрістің бар екендігін қарауға болатын электр тізбегі. Яғни конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан құралған тербелмелі контур. Бұл Фарадей тәжірибесі болып табылады. Магнитті қозғалтпай катушканы айналдырайық. Нәтижесінде катушканы қозғалту барысында өткізгіште ток пайда болады. Гальванометрмен жалғанған өткізгіш контурды магнит өрісіне енгізейік. Магнит өрісінде контурды айналдырғанда гальванометр тілі токтың пайда болғандығын көрсетеді. Ток контур емес, магнитті айналдырғанда пайда болады. Электромагниттік индукция құбылысы дегеніміз уақыт бойынша айнымалы магнит өрісінде немесе тұрақты магнит өрісінде өзін тесіп өтетін магнит индукция сызықтарының саны өзгеріп отыратындай түрде қозғалатын өткізгіш контурда электр тоғының пайда болуы. Тәжірибе қорытындысы бойынша тұйықталған контурда индукциялық ток пайда болады. Катушкалардың біріндегі электр тізбегін тұйықтағанда немесе ажыратқанда оған қатысты қозғалмай тұрған екінші катушка индукциялық ток пайда болады. Катушкаларының бірінің ток күшін реостаттың көмегімен өзгерткен кезде пайда болады. Катушкаларды бір-біріне қатысты қозғалтқан кезде индукциялық ток пайда болады. Немесе катушкаға магнитті енгізгенде, сосын оны суырғанда индукциялық ток пайда болады. Магнит өрісінің күш сызықтарын тұйық контурмен қиып өткенде пайда болатын ток индукциялық ток деп аталады. Магнит ағынын біз F әрпін белгілейміз. Магнит ағыны дегеніміз магнит индукция векторының модулінің S ауданы мен V магнит индукциясы және N векторларының арасындағы альфа бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең шаманы айтады екенбіз. Яғни F тең болады BS косинус альфа. Магнит ағынының өлшем бірлігі Вебер болып табылады. B магнит индукциясы болса, магнит индукциясының өлшем бірлігі Тесла. S дегеніміз ауданның өлшем бірлігі метр квадрат. Сонымен индукциялық токтың пайда болуына себепші индукцияның электр қозғаушы күші болып табылады екен. Электр қозғаушы күшті біз эпсилон әрпімен белгілейміз. Электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігі вольт. Электромагниттік индукция заңы бойынша тұйық контурдағы индукцияның электр қозғаушы күші модулі жағынан контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағынның өзгеріс жылдамдығына тең. Яғни электр қозғаушы күш дегеніміз формулаға қарап айтсақ та болады. Магнит ағынның өзгерісінің уақыт өзгерісіне қатынасы болып табылады. Эпсилон тең болады дельта F бөлінген дельта T. Мұндағы эпсилонымыз электр қозғаушы күш, дельта F-мыз магнит ағынның өзгерісі, дельта T уақыттың өзгерісі. Электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігі Вебер. Магнит ағынның электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігі вольт. Магнит ағынның өзгерісінің өлшем бірлігі Вебер және де уақыттың өлшем бірлігі секунд деп алынады. Кей жағдайда осы формуланың алдына N-ді қойып жатсақ болады. Бұл N дегеніміз орам
gram саны деп алсақ та болады. Индукциялық токтың бағыты энергияның сақталу заңымен анықталады. Индукциялық ток өзінің магнит өрісімен осы токты тудыратын магнит ағының өзгерісіне бөгет жасайды. Валенс ережесі болып табылады. Егер катушка арқылы айнымалы ток жүріп өтсе, онда катушканы тесіп өтетін магнит ағыны өзгереді. Соның арқасында айнымалы ток өтіп жатқан өткізгіштің өзінде индукцияның электр қозғаушы күші пайда болады. Бұл құбылыс өздік индукция құбылысы деп аталады. Өздік индукция электр қозғаушы күші өткізгіштегі ток күшінің өзгеріс жылдамдығына тура пропорционал. Яғни эпсилон и тең болады минус дельта Ф бөлінген дельта Т. Мұндағы магнит ағыны дельта Ф-ның орнына L көбейту дельта И деген мәнді алып отырмыз. L дегеніміз катушканың индуктивтілігі, оның өлшем бірлігі Генри. И дегеніміз ток күшінің өлшем бірлігі ампер болып табылады. Токтың магнит өрісінің энергиясы. Энергияның сақталу заңы бойынша ток тудыратын магнит өрісінің энергиясы ток көзінің осы токты тудыруға жұмсаған энергия шығынына тең. Яғни магниттік энергия W М тең болады L И квадрат бөлінген 2. Максвелл электромагниттік индукция құбылысын талдау үстінде айнымалы магнит өрісінің құйынды электр өрісін тудыратын қорытындылаған екен. Мұндағы L дегеніміз катушканың индуктивтілігі өлшем бірлігі Генри, И дегеніміз ток күші өлшем бірлігі ампер. Барлық формулаларды және ережелерді жазып болғаннан кейін осы сабақта көрсетілген формулалар бойынша төмендегі есептерді шығарамыз. Сабағымызда өзімізге қажетті ақпаратты алдық деп ойлаймын балалар. Бүгінше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.